Бізде келесі сабақ сұйылтылған қышқылдардың металдармен әрекеттесуі. Жалпы қышқылдар дегеніміз бұл химиялық белсенді заттар болғандықтан олар көптеген химиялық қосылыспен реакцияға түсе алады. Егер қышқыл мен металл әрекеттесе, бұл жерде бізде тұз бен сутек газы түзіледі. Яғни біздер алдыңғы сабақта айтқанымыздай 7-ші сыныпта реакция теңдеуін осылай сөздермен жазамыз. Металл плюс қышқыл бізде түзіледі екен тұз және сутек газы. Келесі қышқылдар күнделікті өмірде қолданылатын заттардың құрамына кіреді. Мысалы сірке суы құрамында сірке қышқылы 3-6% болатын асханада қолданылатын қышқыл. Бұл кәдімгі уксус деп айтсақ болады. Келесі азот қышқылы бұл тыңайтқыштар, бояулар, дәрі-дәрмектер мен жарылғыш заттарды өндіруде қолданылады. Күкірт қышқылы бұл автомобиль аккумуляторларын дайындауда қолданылады. Ал тұз қышқылы алтын, платина сияқты инертті металдарды ерітуде, патша сұйығын жасауда қолданылады. Енді бізде қышқыл ерітінділері қалай дайындалады? Бұл да қауіпсіздік ережесіне жатқызсақ болады. Яғни концентрлі қышқылды суда еріткенде абайлау қажет. Концентрлі қышқыл үстіне ешқашан су құюға болмайды. Мына жерде суретте көріп тұрсаңыздар, яғни судың үстіне, яғни бізде судың үстіне қышқылды құюға рұқсат еткен суретте, ал қышқылдың үстіне керісінше суды құюға болмайды деп X белгісін көрсетіп қойған. Себебі, яғни концентрлі қышқылдың үстіне біз ешқашанда су құюға болмайды. Себебі концентрлі қышқылдың тығыздығы судан ауыр және концентрлі қышқыл суда ерігенде көп жылу бөлініп жан-жаққа шашырауы мүмкін. Қышқыл ерітіндісін дайындау үшін біз суға концентрлі қышқылдан суды араласта отырып құйғанымыз жөн. Ерітіндіні дайындайтын ыдысты алдын ала салқындатқышта ұстап тұруымыз қажет. Бұл да бір қауіпсіздік ережесіне жатады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.